Көкшетауда Олимпиада чемпиондары Ирина Некрасова мен Мария Грабовецкаяның құрметіне арнаған ауыр атлетикадан бірінші республикалық турнир жалауын көтерді. Естеріңізге сала кетейік, 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасында бұл қыздар ел қоржынына бір күміс және бір қола медальді салған еді. Жарысқа еліміздің барлық облысынан 200-дей адам қатысуда. Сайыстың ерекшелігі оның әлі тұғырдан түсе қоймаған ел құрамасы сапындағы спортшылардың құрметіне арнап өткізілуінде. Ауыр атлетика спортымен айналысу үшін білек күшінің ғана болуы жеткіліксіз. Жеңіске деген құлшыныс пен қайрат жігерді жаны түскенде ғана оң нәтижеге жетерін анық дейді спортшылар. Мені осынау нәзікте болса, ел намысын қорғап жүрген ару спортшыларға деген ыстық ықыласыңыз ерекше қуантты. Мәселен, Машаның мінезіне мен де тәнтімін. Шынтағын ауыртып алғанына қарамастан өзгелермен тең өнер көрсетті. Сөйтіп, қоланы қанжығасына байлап қайтты. Бұл ерлік қой. Кейде осындай байрақты бәсекелерден қалыс қалып, мына секілді ауыр штангтарды көрмей кетсек, кәдімгідей сағынатынымыз рас. Бұл бізге ең жақын, ең ыстық дүниелер ғой. Мен әйелдер арасындағы ауыр атлетиканың болашағы зор екендігіне сенімдімін.